Сәлеметсіздер ме, құрметті вебинарға қатысушылар. Менің есімім Динара. Мен Астана қаласының аутизм орталығының Жаспер бағдарламасында клиникалық педагог болып қызмет атқарамын. Мені жақсы көріп және естіп тұрсаңыздар, қосу белгісін жазуларыңызды өтінемін. Мені жақсы естіп тұрсаңыздар, қосу белгісін қоюларыңызды сұраймын. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы аутистік спектрінің бұзылыстары бар балаларды дамытудың әдісі, бірінші бөлім. Бүгін біз сіздермен ойынның баланы дамытудағы маңыздылығы туралы әңгімелейміз. Сонымен қатар ойынның деңгейлері туралы, ойынға қызығушылық және қызығушылықтың түрлері жайында, қоршаған ортаны ойынға арнап дайындау жайында және де ойынның өзін қалай ұйымдастыру туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Осы тақырыпқа арналған келесі вебинарда біз сіздерге бірлескен ойын арқылы баланың сөйлеу тілін дамытуды және оны қарапайым өмірде дұрыс қолдана білуге қалай үйрету жайында айтатын боламыз. Неліктен біз бүгін ойын жайында әңгіме қозғап отырмыз? Себебі ойын бұл баланы дамытудың маңызды тәсілдерінің бірі. Көпшілігіміз баламен ойын ойнау ешқандай қиындық тудырмайды және де ерекше қабілетті керек етпейді деп ойынды маңызды құрал ретінде ескере бермейміз. Және де ересек адамдар үшін ойын ойнауға арнайы сабақ алудың, яғни үйренудің қажеттілігі жоқ деп есептейміз. Сонымен қатар көптеген ата-аналар өз балаларының ойын уақытында ортақ назар дағдыларын қолдана ма, немесе сөйлеу тілін қолдана ма, сонымен қатар ым-ишара қимылдарын қолдана ма, және де өз жасына сай ойын ойнай ала ма екендігіне мән бере бермейді. Біз маман ретінде ата-ананың өз баласымен үй жағдайында ойнауының маңыздылығы зор екендігін білеміз. Тек қана фирмалық ойыншықтарды сатып алып, оны сыйға тарту емес, баласымен бірге бірлесіп ойнаудың артықшылығы зор екендігін байқаймыз. Сондықтан да вебинарымызды осы тақырыпқа арнап отырған себебіміз бар. Ойын арқылы баланың қандай дағдыларын дамытуға болатыны жайлы ойланып көрдіңіздер ме? Көптеген ғалымдардың айтуынша, ойын әртүрлі психикалық үдерістерді, яғни ойлау қабілетін жақсартады. Яғни ойын барысында ойлаудың икемділігі артады, есте сақтау қабілеті мен қиял жақсарады. Сонымен қатар затқа бағытталған ырықты зейін қалыптасады. Танымдық қабілеттер дамиды, яғни бала ойын барысында түстерді ажыратуға үйренеді, геометриялық фигуралармен танысады, сонымен қатар заттардың қасиеттерімен танысады. Және де ойын барысында коммуникативті қабілеттер дамиды, яғни бала сұрауды үйренеді. Бұл сұрай білу дағдысы қалыптасты деген мағына. Және де ойын барысында алған эмоциясымен және алған әсерімен бөлісе алады. Бұл ортақ назар дағдыларына жатады.
Сонымен қатар баланың эмоционалдық күйі жақсарады, тәртібі реттеледі. Ойын өзіндік белсенділікке, баланың жауапкершілікке, кезекті сақтай білуге, басқа, яғни өзімен бірге ойнап отқан адамдарды сыйлауға үйретеді. Сонымен қоса ойын баланың қызығушылығын дамытып, бала ынтасын білдіруге үйрене бастайды. Жоғарыда айтылғандай, ойын көптеген баланың дағдыларын қалыптастырады екен. Сондықтан өз балаңызбен дұрыс ойнай білу арқылы балаңызды жылдамырақ дамытасыз. Сонымен қатар ойнаудың маңыздылығын түсінген жөн. Бүгін біз сіздерге ойын жайында мейлінше пайдалы мағлұмат беруге тырысамыз. Ең әуелі ойынның түрлеріне тоқталып кетсек. Ойын деңгейлерін білу баламен әрі қарай жұмыс істеу үшін қажет. Яғни жұмыстың мақсатын дұрыс қою үшін қажет. Ол үшін баланың бастапқы қабілеттеріне жүгінеміз. Жалпы ойын 4 деңгейден тұрады. Ол қарапайым ойын, процессуалдық ойын, сюжеттік ойын және сюжетті рөлдік ойын. Бүгінгі вебинар барысында мен сіздерге қарапайым ойын жайында толығырақ айтатын боламын. Егер бала ойыншықтың сипатына тән емес әрекеттер, яғни соққылау, тарсылдату, сылдырлату, лақтыру сияқты қарапайым әрекеттер жасаса, онда біз оны қарапайым ойынға жатқызамыз. Мысалы ретінде бала кубиктарды бір-біріне ұруы мүмкін, немесе кез келген ойыншықты аузына салуы мүмкін, ойыншықты лақтыруы мүмкін. Бұндай әрекеттер қарапайым ойын деңгейіне жатады. Және де егер бала кез келген ойыншықты тек бөлшектерге бөлетін болса, мысалы баланың алдына пішіндер салынған кірістіргіш ойыншық, яғни вкладышты беретін болсақ, орысша айтқанда вкладышты беретін болсақ, бала оларды жай ғана алып тастайды. Онда бұл ойынның қарапайым деңгейіне жатады. Немесе балаға конструктордың элементтерін беретін болсақ, ол сол конструктор элементтерден бір нәрсе құрудың орнына жаңағы конструктор элементтерін бір-бірінен ажырата бастайды. Бұл қарапайым ойын деңгейіндегі баланың жасайтын іс-әрекеті. Сонымен қатар қарапайым ойын деңгейіндегі балалар ойыншықтармен әлде қайда функционалды әрекеттерде жасауы мүмкін. Мысалы, бала көлікті итереді, допты домалатады. Бұның бәрі қарапайым ойын деңгейіне жатады. Және де бұл деңгейдегі балалар себеп салдары бар ойыншықтармен де ойнай алады. Ондай ойыншықтарға қандай ойыншықтар жатады? Батырманы басатын болсақ, бір нәрсе, яғни бір қуыршақ шығады, немесе дыбыс шығуы мүмкін, және де әуендік қобдишалар болады. Батырманы басқан кезде әуен ойнайтын, және де шарагонды да жатқыза аламыз. Егер бала жоғарыда айтылған барлық іс-әрекеттерді орындай алатын болса, онда ол ойынның қарапайым деңгейін меңгерген бала болып есептеледі. Әдетте ойынның бұл деңгейінде 2 жасқа дейінгі балалар ойнайды. Біздің мақсатымыз балаға ойынның анағұрлым жоғары деңгейін үйрету болып табылады. Себебі ойынның деңгейін арттыра отырып, біз өз баламызда параллельді түрде, яғни ойын деңгейін арттыра отырып, басқа да қажетті дағдыларын дамытамыз. Яғни ол ортақ назар дағдылары және де коммуникативті дағдылар болып табылады. Ойынның басқа деңгейлері жайлы, яғни процессуалды, сюжеттік және сюжетті рөлдік ойындар жайлы біз келесі вебинарларда айтатын боламыз. Сонымен біздің вебинарымыздың бірінші сұрағын аяқтадық. Егер осы сұрақ бойынша сіздерде сауалдар туындаған болса, чатқа жазыңыздар, мен қазір жауап беруге дайынмын. Егер сұрақтарыңыз болмаса, онда вебинарымыздың келесі сұрағына көшейік. Себебі уақытымыз шектеулі.
Тағы да еске салайын, егер де вебинар барысында сұрақтарыңыз туындаса, оны слайдтың төменгі жағында көрсетілген электрондық адреске бүгінгі сағат 3-ке дейін жолдауыңызға болады. Біз міндетті түрде жауап береміз. Вебинардың келесі тақырыбы ойынға қызығушылық түрлері. Ең алдымен ойынға қызығушылықтың не екенін түсініп алайық. Ойынға қызығушылық біздің жағдайымызда баланың ересек адаммен кезекті сақтай отырып ойнауын айтамыз. Және де бұл кезде бала ересектің оған қарап отырғанын, немесе қарамауын, мән беруін маңызды көреді. Басқаша айтқанда, ойынға қызығушылық дегеніміз, бұл баланың тек ойынға ғана емес, сонымен қатар сол ойынды ойнап отырған, яғни қатар отырған адамға да қызығушылық танытуын айтамыз. Баланың ойынға үнемі қосылып, қызығушылық танытып отыруы өте маңызды. Ол бізге баланы табысты оқытуға, дағдыларын дамытуға, яғни ортақ назарын қалыптастыруға жақсы жағдай жасайды. Біз өзіміздің тәжірибемізде күнделікті баланың ойынға қызығушылығының неше түрлі әртүрлерін көреміз. Мысал ретінде, интервенция курсына жаңадан келген бала, яғни түзету жұмыстарының бірінші күндерінде әдетте бала еш нәрсеге қызықпайды. Бала тіпті өте көрікті, ерекше ойыншықтарға да мән бермеуі мүмкін. Ол кезде баланың ең басты мақсаты, яғни ынтасы тек қана сол бөлмеден шығып кету болып табылады. Мысал ретінде видео көріп жүрсек, мен сіздерге қазір сілтеме жіберемін чатқа. Сол сілтемені басу арқылы видеоны көруімізге болады. Осы сілтемені басайық. Көріп отырғанымыздай, балаға еш нәрсе қызық емес, кетуге тырысады, жан-жағына қарайды, тек маманға қарамайды. Байқасаңыздар, бала бірде-бір рет маманға көзбе-көз қараған жоқ. Дәл осындай жағдайды біз ойынға қызығушылығы жоқ жағдай деп айтамыз. Әлі де маман қаншалықты ойыншық беріп жатса да, алдында міне ойыншық ашып қойып жатыр, сонда да бала қарамайды. Кей жағдайда бала интервенция, яғни түзету жұмыстарының басынан бастап-ақ ойыншыққа қызығушылық танытуы мүмкін. Бірақ ойыншыққа қызыға отыра, бала өзіне қарама-қарсы отырған, бірлесіп ойнап отырған адамды байқалмауы мүмкін. Оған ешқандай қызығушылық танытпайды. Бірақ біз айтып кеткендей, ойын дегеніміз ойнап отырған екі адамның бірлескен қарым-қатынасы, біріккен іс-әрекеті болып табылады. Яғни ойын үдерісінде отыр деп айту үшін бала тек қана ойыншыққа ғана емес, қарсы отырған адамға да қызығушылығын танытуы қажет. Қазір видео мысал көрейік. Баланың тек ойыншыққа бағытталған қызығушылығы қандай болатынын видеодан көреміз. Жаңа мен жіберген сілтемені басып, видеоға өтуіңізге болады. Бұл видеода да біз алдында бақылаған бала көрінеді. Бұл жерде ол ойыншықтарға қызығып отырғаны белгілі, бірақ әлі де маманға көңіл бөлмейді, назар аудармайды. Байқасаңыздар, көзім көтермейді маманға. Маман бала деңгейінде отыр. Сәл көзін көтерген болса,
көздік контакт орнатуға мүмкіндік болар еді, бірақ бала қараған жоқ. Айта кететін жайт, дәл осы бала біздің орталығымызда толық интервенция курсын аяқтады және де жақсы нәтижемен аяқтады. Себебі бұл баланың ата-аналары күнделікті берілген маманның нұсқаулықтарын орындап, әрдайым баласымен үйде ойнап жүрген болатын. Келесі ойынға қызығушылықтың түрі ол ересектің қолдауымен болатын қызығушылық. Бұндай қызығушылыққа жету үшін жүйелі ойын сабақтары мен тынбай жұмыс жасау қажет. Сол кезде ғана бала ойынға да, яғни ойын барысына да және маманға да қызығушылық таныта бастайды. Тек бұл жердегі бір гәп, егер де маман баланы ойынға еліктіріп отырмаса, бала ойынға қызығушылығын жоғалтып алуы мүмкін. Яғни әрқашанда ересек адамның қолдауы қажет. Видео мысал көрейік. Мен жіберген сілтеме арқылы өтсеңіздер, ересектің қолдауымен болатын қызығушылық жайында видео көре аласыздар. Міне көріп отырғанымыздай, ұл бала үшін ойнау әрекеті өте қызық. Ол маманға да қарайды. Маманнан тоқаш алуға тырысады. Сол кезде көзіне қарайды. Бірақ байқап отырсаңыздар, егер де маман жаңағы тоқашты қолына алып, біраз уақыт ұстап тұрмаған болса, бәлкім бала маманға қарамасты еді. Сондықтан осындай ойын кезінде қолдауды қажет етіп отыратын балалардың қызығушылық түрін ересек адамның қолдауымен болатын қызығушылық деп атаймыз. Қызығушылықтың келесі түрі, яғни ең біз үшін қолайлы, жақсы түрі, ол ойынға қызығушылықтың бар жағдайы, яғни абсолютті қызығушылық кезі деп те айтуға болады. Яғни белгілі уақыт өткеннен кейін әр балада ол уақыттың ұзақтығы әртүрлі, кейбіреулері бір аптадан соң, кейбіреулері бір айлық ойын сабақтарынан соң ересекпен бірге бірлескен жұмыс жүргізе алады, яғни толық қызығушылық танытып жатады. Ол үнемі көзге қарайды, қарым-қатынас орнатады, яғни ойыншық береді, немесе ойыншықты көрсетеді, ересектің оған зейін аударып тұрғанын немесе тұрмағанын бақылайды. Мұны біз баланың ойынға қызығушылығы бар жағдайы деп атаймыз. Біз дәл осы жағдайға әрдайым ұмтылуымыз қажет. Ойынға қосылудың осы түрін көрсететін видеоның сілтемесін қазір мен сіздерге жіберемін. Жаңа жіберілген сілтеме арқылы өтсеңіздер, ойынға қызығушылығы бар баланы байқаймыз. Қарап отырсақ, бұл баланың қызығушылығы зор, ол мамамен өзара қарым-қатынас жасайды, биік мұнара құрып жатыр кезекпен-кезек. Міне, көріп тұрғаныңыздай, ол биік мұнараға саусағын нұсқап көрсетті. Яғни ол еш нәрсе сұрап жатқан жоқ. Бұл кезде бала тек қана өзінің эмоционалдық күйімен, өзінің көңілімен бөлісу үшін мұнараға саусағымен нұсқаған болатын. Бұл қызығушылықтың абсолютті түрі, яғни бар кезі. Осындай ойын үдерісін қалыптастыруға біз әрдайым ұмтылып тұруымыз қажет. Бір ойын барысында балада қызығушылықтың бірнеше түрі болуы қажет. Яғни бала ойынның басында қызықпауы мүмкін, яғни қызығушылықтың жоқ жағдайы болуы мүмкін. Біраздан соң бала тек қана ойыншыққа қызығуы мүмкін. Сәл уақыттан кейін бала ойыншыққа да, ересекке де қызығушылық танытуы мүмкін. Бірақ ол үшін ересектің қолдауы қажет болуы мүмкін. Және де соңғы түрі ол абсолютті түрде, яғни
қызығушылықтың бар болу жағдайында болуы мүмкін. Біздің мақсатымыз сол төртінші түрі ойынға қызығушылықтың абсолютті бар болуына жетелеуіміз қажет баланы. Және де айта кететін жайт, ойынға қызығушылықты сақтаудың бірнеше тәсілдері бар. Ол туралы біз қазір вебинар барысында айтатын боламыз. Осы қызығушылыққа байланысты сұрақтарыңыз бар болса, қоюларыңызға болады. Ойынға қызығушылық және қызығушылық түрлері жайында сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды жазуға болады. Егер де сұрақтарыңыз жоқ болса, онда бүгінгі вебинардың келесі сұрағына ауысайық. Баламен ойнауға арналған алаңды ойынға қалай дайындау керек жайында айтамыз. Егер де сіздерде баланы жеке бөлмеде ойнаудың мүмкіндігі болмаса, онда бөлме ішінде ойынға арналған арнайы орын даярлап қою қажет. Сіздерге ешкім және еш нәрсе бөгет жасамауы керек. Мысалы үшін теледидар немесе әуен қосылып тұрса, оларды өшіру қажет, немесе басқа бөтен адам болса бөлмеде, оның бөлмеден шығуын қадағалауымыз қажет. Себебі ойын көзбе-көз екі адам арасында жүргізілуі дұрысырақ болады. Ойын үстел үстінде, сондай-ақ еденнің үстінде өтуі мүмкін. Егер де сіздің таңдауыңыз үстел үстіндегі ойында болса, онда үстел мен орындық баланың бойы мен дене бітіміне сәйкес таңдалуы қажет. Ал егер де сіздер еденде ойнауды жөн көрсеңіздер, онда баламен ойнайтын кеңістіктің берілген слайдтағыдай шектеулі болуы шарт. Ол бөлменің нақты бір бұрышы болуы мүмкін, мына екінші суретте көрсетілгендей, немесе бөлмеде арнайы төселген кішкене кілемше болуы мүмкін. Сонда бала үшін қай жерде отыру керектігі түсінікті болады. Егер де олай жасамасаңыздар, онда бала кез келген уақытта тұрып, бөлмені аралап жүріп кетуі мүмкін. Және де ол уақытта оның зейіні бөлмедегі басқа заттарға ауысып кетеді. Бізге бұл жағдай өте тиімсіз болып саналады. Сондықтан ойнайтын орынды шектеп, белгілеп қойған абзал. Ойнайтын кеңістік сабақтан сабаққа, тіпті бір сабақ барысында да өзгеруі мүмкін. Мысалы, бастапқы уақытта бала енді ғана ойнап үйрене бастаған кезде, және де сіздің балаңыз кішкентай болатын болса, оған бір орында ұзақ отыру қиындық соқтыруы мүмкін. Ойынның ұзақтығы жалпы алғанда 30 минуттан 60 минутқа дейін созылуы қажет. Алайда, егер де сіздің балаңыз кішкентай болатын болса, оған 30 минуттың өзі көп болып көрініп, оны жалықтыруы мүмкін. Сол кезде бала ойыннан тұрып кеткісі келеді. Мұндай жағдайда баланы жаңағы алдыңғы слайдта көрсетілгендей бөлменің бұрышына отырғызып қойған дұрыс. Себебі осылайша сізге балаңызды бақылау, яғни керек жағдайда ұстап отыру ыңғайлы болып табылады. Бірақ біздің тәжірибеміз көрсеткендей, әдетте егер де балаға ойынның сюжеті қызықты болатын болса, онда бала ойыннан кетуге, тұрып кетуге ешқандай әрекет жасамайды. Сондықтан ойынның сюжетін қызықтырақ, түсініктірек қылып ұйымдастырған жөн. Слайдта көрсетілген екі суретке қараңыздар. Сіздердің ойларыңызша, қай суреттегі баланың отырған орны дұрысырақ болып көрінеді сіздерге?
қай суретте баланың ересекке қатысты отырған орны дұрысырақ болып көрінеді сіздер үшін? 1 немесе 2 деген. Жауап көріп тұрмыз. Бірінші деп жазыпты. Дұрыс айтасыздар. Яғни бірінші суретте бала ересекке қарама-қарсы отыр және ойыншық олардың ортасында орналасқан. Бұл өте тиімді отырғызылған жай. Себебі бала тек қана көзін көтере сала ересекпен көзбе-көз контакт орната алады және де ересектің ойыншықпен не жасап, қандай іс-әрекет жасап отырғанын бірден көреді. Егер де сіздің балаңыз өте көп қозғалатын болса, яғни бір орында отырмай, екінші орынға көбірек жылжитын болса, онда сәйкесінше сіз де көбірек қозғалуыңыз қажет. Балаға қарама-қарсы отыру үшін. Қоршаған алаңды дайындаудың тағы бір маңызды ережесі балаға ойыншықты өз бетінше таңдауға мүмкіндік беру. Берілген суретке назар аударыңыздар. Балаға таңдау ретінде конструктор ойыншығы және торт бөлшектері берілген. Бұл жерде байқайтын жай конструктордың шамалы бөлшектері құрылған, ал қалған бөліктері баладан сәл алысырақ орналастырылған. Құрып беру себебіміз бала сол ойыншықтың моделіне қарап, әрі қарай не істеу керек екенін түсінуі қажет. Немесе тортқа қарасақ, 2 бөлшегі торттың біріктірілген, қалған бөлшектері баладан сәл алысырақ орналастырылған. Яғни бала анау біріккен 2 бөлшекті көріп, қалған бөлшектермен не істеу қажеттігін түсінеді. Және де қалған бөлшекке қолын созып, сізден сол бөлшектерді сұрауға жағдай туындауы мүмкін. Сондықтан бөлшектерді сәл алысырақ қоямыз. Таңдауға мүмкіндік беру арқылы балада ынтасын білдіру дағдысы қалыптасады. Сондықтан біз балаға ойын бастамас бұрын әрдайым таңдау мүмкіндігін беруіміз қажет. Ол мүмкіндік 2 ойыншықтан тууы мүмкін, немесе тіпті 3 ойыншықта беру мүмкін бала үшін. Таңдауға арналған 3 ойыншық беруге болады. Бірақ егер де балаңыз кішкентай болатын болса, онда 2 түрлі ойыншық берсек те жеткілікті. Егер де балаңыз қандай бір ойыншықтармен ойнауға қиналатын болса, ойнау қиынға түсетін болса, ол қиындық оның ұсақ моторикасының дұрыс қалыптаспауы салдарынан болуы мүмкін. Онда бала үшін ұстауға ыңғайлы ойыншықтарды дайындап қоюымыз қажет. Мысал үшін, суретте көрсетілгендей, сәл ересектеу бала қарапайым көлемдегі конструктормен ойнап отырса, ал кішкентай қыз бала конструктордың анағұрлым үлкенірек элементтерімен ойнап отыр. Яғни оның моторикасының дамуының деңгейіне сәйкес берілген ойыншық. Тағы да келесі ережесі, ойыншық ұсынудың келесі ережесі, бала үшін аса қызықты тым еліктіргіш ойыншықтарды уақытында байқап, ойыннан алып тастау. Мұндай ойыншықтарға бала тым ұзақ уақыт бойы тоқтамай әрекет жасайтын, яғни көз деңгейінде ұзақ қарай беретін, немесе әдейі құлату арқылы дыбысты шығаруға тырысатын ойыншықтар жатады. Мысалға, бала машинканы тек қана оның дөңгелектерінің айналғанын көру үшін ғана жүргізуі мүмкін. Немесе бір кішкентай допты, шарикті үстелдің үстіне түсіріп, оның дауысын шығару үшін ғана сол әрекетті қайта-қайта қайталай беруі мүмкін. Осындай ойыншықтарды біз ойыннан дереу алып тастауымыз керек. Кейін баланың ойын деңгейі өскен кезде, яғни бала жаңағы ойыншықтармен функционалды түрде ойнай алу деңгейіне жеткенде,
осы аса қызықты ойыншықтарды ойынға қайтадан қосуымызға болады. Естеріне сала кететін жайт, ойыншықтарды дұрыс таңдау үшін баланың қандай ойын деңгейінде екенін білуіміз қажет. Ал енді есімізге түсірейік, қарапайым ойын деңгейінде қандай ойыншықтарды көбірек пайдаланамыз. Вебинардың басында айтылған болатын, қарапайым деңгейдегі балалар көбіне қандай ойыншықтармен ойнайды? Сәл ұмытып қалған болар вебинарға қатысушылар. Қайтадан айта кетейін, ондай ойыншықтарға әртүрлі кубиктер, дұрыс міне жазып жатыр, өте қуаныштымын. Белсенді қатысып отырғандарыңыз үшін дұрыс айтасыздар. Шарагон, түрлі кубиктер, пішіндер шығатын қобдишалар, барабан, тағы сол сияқты ойыншықтар ойынның қарапайым деңгейінде пайдалануға ыңғайлы болып табылады. Бірақ тағы айта кететін жайт, дәл осы ойыншықтарды ойынның басқа да деңгейінде қолайлы қолдануымызға болады. Оның қолдану тәсілдері жайында келесі вебинарларда айтатын боламыз. Сонымен біз баланы ойнатуға арналған ойын алаңын дайындау жайында сұрақты ашқан болатынбыз. Енді келесі ойынды ұйымдастыру туралы сұраққа көшейік. Мысал ретінде сіздердің балаларыңыз ойынның қарапайым деңгейін меңгерген деп есептейік. Балаңызға екі түрлі ойыншық береміз. Оның бірі кубиктер, екіншісі барабан. Енді бұл ойыншықтармен не істейтініміз жайлы сюжет ойластыру қажет. Бізде әрдайым бір ойыншықпен ойнауға болатындай бірнеше нұсқалы сюжеттер ойымызда болу керек. Мысал ретінде, жаңағы кубиктермен биік мұнара құруға болады, немесе жол құруға болатынын, тіпті болмаса жаңағы кубиктерді жүк көлігіне тиеуге болатынын есте сақтау керек. Негізінде біз балалардың жасаған әрекеттеріне жүгінуіміз керек. Яғни бала таңдаған ойыншығымен не жасайтынын, қандай әрекет жасайтынын бақылап күте тұруымыз қажет. Мысал үшін, егер де сіздің балаңыз барабанды таяқшамен соғатын болса, онда сіз де қайталауыңыз қажет. Ол тағы да соғады, сіз де соғасыз. Және де сіз жасаған әрекетіңіз тек қана өз кезегіңізде болуы мүмкін. Яғни барабанды бала тарсылдатты, келесінде сіз тарсылдатасыз. Одан үшінші ретінде бала тарсылдату керек. Егер оның спонтандық ойын әрекеттері ойынның логикасына үйлесетін болса, сәйкес келетін болса, яғни баланың жасаған әрекеті функционалды болатын болса, онда сіз баланың жасаған іс әрекетін қайталауыңыз қажет. Және де сол қайталауыңыз бала әрекетті жасағаннан кейін 1-2 секунд көлемінде өтуі керек. Яғни дереу қайталауыңыз керек. Себебі тек сондай жағдайда ғана, сіз баланың әрекетін дереу қайталаған жағдайда ғана ойынның процесі үздіксіз болатыны белгілі. Баланың іс әрекетіне еліктеу не үшін қажет? Ол оның идеялары сізге қызықты екенін білдіреді, және де балаға сенімділік ұялатады ойын барысында. Сонымен қатар баланың әрекеттерін қайталау арқылы біз оны әлеуметтік жағынан жігерлендіреміз. Сонымен қатар бұл сіз бен бала арасындағы байланысты жақсартады. Сол арқылы сіз баланы өзіңіздің, біріншіден сіз баланың ойынына кірісе аласыз сол арқылы, жақсы қарым-қатынас орнату арқылы. Және екіншіден баланы өзіңіздің ойыныңыздың соңынан ертуге мүмкіндік аласыз.
Ал егер де баланың іс-әрекеттері функционалды болмаса, егер де ол бір әрекетті қайта-қайта қайталай беретін болса, мысалға тарсылдата беретін болса ойыншықтарды, немесе лақтырып тастаса, онда біз не істеуіміз керек? Әрине, біз бұндай әрекеттерді қайталамаймыз. Неліктен? Себебі баланың бұл әрекеттері функционалды әрекеттерге жатпайды. Сонымен қатар біз нені қайталамаймыз? Ол мән мағынасыз ойынды, яғни функционалдық емес ойындарды қайталамаймыз. Орынсыз қайталанатын әрекеттерді, мысал үшін үйдің есігін қайта-қайта ашып жабу сияқты мәнсіз әрекеттерді қайталамаймыз. Сонымен қатар заттарды, яғни ойыншықтарды көз деңгейінде ұзақ уақыт қарауды да қайталамаймыз. Жаңағы мысал келтіргендегідей, машинаның дөңгелектерінің айналуын көз деңгейінде ұзақ уақыт бойы бала бақылап тұрса, біз оны қайталамаймыз. Ал егер де бала ешқандай функционалдық әрекет жасамаса, біз онда не істеуіміз қажет? Қандай іс-әрекетке жол беруіміз керек? Онда біз әрине дұрыс әрекет көрсетеміз. Қолдағы бар ойыншықтармен жасалатын дұрыс әрекет көрсетеміз. Егер бала кубиктерді тарсылдататын болса, онда біз сол кубиктермен мұнара құруға болатынын көрсетеміз. Егер де бала ойынға әлі де елікпейтін болса, қызықпайтын болса, онда тағы да бір-екі рет көрсетіп жіберуімізге болады. Егер де бала әлі де ойынға қызықпайтын болса, онда баланың қолына кубикті ұстатуымызға болады. Және сол ұстатқаннан кейін бірден өзіміздің кубигімізді қоюға болады мұнараға. Сонда бала қолындағы тұрған кубикпен не істеу керек екенін көріп, сіздің соңыңыздан қайталауы мүмкін. Дұрыс әрекет дегеніміз, енді түсінген боларсыздар, бұл ересектің балаға функционалды әрекеттің моделін көрсету болып табылады. Дұрыс әрекетті көрсетудің маңыздылығы ол баланың ойынға қызығушылығын арттыру немесе ойынға қызығушылығын сақтап қалу үшін қажет. Және де сонымен қатар дұрыс әрекетті көрсету бала үшін ойынның сюжетіне қажет жаңа әрекетті көрсету үшін жасалады. Мысал үшін, бала қорапшалардан үй құруы мүмкін, сізбен бірлесе кезек-кезек, және содан кейін не жасайтынын білмей ойын тоқтап қалуы мүмкін. Сол кезде сіз келесі сюжет үшін қажет келесі қадамды көрсетіп жіберуіңіз мүмкін. Ол дұрыс әрекетті көрсету болып табылады. Яғни сол дайын тұрған үйге жануарларды немесе адамдарды кіргізуге болатынын әуелі сіз көрсетесіз, сосын бала қайталайды. Және де ең бастысы, бала ойын ойнап отырып, егер де әрі қарай не жасау керектігін білмей қалса, немесе ойынға қызығушылығы төмендеп кетіп, ойыншықтар оған қызықсыз болып қалса, бала келеңсіз, яғни қолайсыз әрекеттер жасай бастауы мүмкін. Ол жылауы мүмкін, ойыннан тұрып кеткісі келуі мүмкін, немесе мүлдем еш нәрсе орындамай отырып алуы мүмкін. Осындай жағдайға дейін баланы біз жеткізбеуіміз керек. Ол үшін баланың ойынға деген қызығушылығы жоғалмас бұрын тез арада дұрыс әрекет көрсетіп жіберуіміз мүмкін. Бала енді ғана бір нәрсені жасап біткенде, сіздің міндетіңіз бала әрі қарай не істеу керектігін біле ме, істеуге талпыныс жасап жатыр ма, соны бірден байқауыңыз қажет. Егер де баланың әрі қарай не істейтінін білмей тұрғанын байқап қалсаңыз, тез арада дұрыс әрекет көрсетіп жіберуіңіз мүмкін. Көрсетіп жіберуіңіз қажет. Сонымен біздің бүгінгі вебинарымыз аяқталды. Бүгін мен сіздерге қарапайым ойын жайында айттым. Ойынға арналған кеңістікті дұрыс дайындау жайында айттым. Баланың өзіндік әрекеттеріне сүйене, өзіндік қабілеттеріне, әрекеттеріне сүйене отырып,
ойынға қызығушылығын арттыру, ойынға қызығушылығын ұстап тұру жайында әңгімелеген болатынбыз. Сонымен қатар баланың функционалды әрекеттеріне еліктеу ойын процесінің үздіксіз жүруіне ықпал ететіні жайында, және де қай кезде дұрыс әрекет көрсету, яғни дұрыс функционалды әрекеттің моделін көрсету жайында түсіндірген болатынмын. Осылайша бүгінгі вебинарымыз аяқталды. Жалпы вебинар бойынша сұрақтарыңыз бар болса, қазір чатқа жазуыңызды сұраймыз. Жаңадан жаңа ғана қосылғанын байқадық. Ол қатысушыға айтатынымыз, вебинар өкінішке орай аяқталған болатын. Бірақ та егер де вебинардың видео нұсқасын көргіңіз келетін болса, онда біздің Асыл Мирас сайтында сілтеме арқылы өтіп көруіңізге болады. Және де туындаған сұрақтарыңызды бүгінгі сағат 3-ке дейін сайтта көрсетілген электрондық адреске жазуларыңызға болады. Міндетті түрде жауап береміз. Сұрақ жоқ сияқты. Жалпы түсінікті болды деген үміттемін. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Келесі вебинарда кездескенше. Сау болыңыздар.